Күнделікті өмірде қолданылатын ас тұзының емдік қасиетін біреу біледі, біреу білмейді. Шын мәнінде тұз, қазақ халқының тұрмысы мен медицинасында кең қолданылатын ірі кем болса болмайтын минералды дірілерінің бірі саналады. Халқымыз тұзды өте жоғары бағалаған. Дәм тұзға тапсырдым, дәм тұзды аттамайтын шығар, астың дәмін келтірер тұз емес пе, ел мен елді қосатын қыз емес пе деген секілді көптеген тәмсіл сөздер шығарған. Тұздың емдік қасиеті мен қолдану төмендегідей болады. Бастың тазына, дене теміреткесіне 10 грамм таза тұзды сірке суына араластырып жағады. Тіс қақсағанға 1-2 грамм таза тұзға аз мөлшерде меруерт талқанын қосып, оны сірке суға араластырып ауызды шайқау керек. Бұл тістің қан құртына, тістің босағанына, тістің үгітілуіне де пайдалы. Маса шаққанға аз мөлшердегі тұзды өсімдік майына не балға араластырып маса шаққан жерге жақса, сізді мазалаған аурудан тез айығасыз. Сол сияқты шаян көзілдірікті жылан шаққанда да осы емді қолдансаңыз уытын қайтарады. Ісікті қайтаруға, жығылып мертіккенде, шыққан ұршықты қайта салғаннан кейінгі ісікке түйенің шудасын тұзға шылап, сол ісікті жерге тартса ісікті қайтаруға көмектеседі. Бұл ем қазақ медицинасында ұзақ жылдардан бері жалғасып келеді. Өнімі жақсы болғандықтан сормақта деп аталады. Соқыр ішек болғанда ауруды басуға, бір кесе тұзды қуырып алып, дорбаға салып құрсақ, іш бөліміне басып ауырған жерге ыстық өткізеді. Тұздың бұдан басқа да пайдалы қасиеттері көп. Тұздан аз мөлшерде ішкенде асқазан сұйықтығын көбейтіп, ас қорытуға септігін тигізеді. Іш қатуға, ірі бүкіл денедегі терінің зат алмастыруын тездетуге пайдалы. Тұзды қолдануда көңіл бөлетін жағдайлар да бар. Атап айтқанда, тұз адам денесіне қажетті болғанымен, орта жастағылар мен қарттардың, жүрек ауруы барлар мен қан тамыры тосылғандардың тұзды аз тұтынғаны жөн. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған көптеген пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын.